Жошының әскері олардың кім екендерін алғашында түсіне алмады. Оларды меркіттердің қашқан бір бөлігі немесе Найман әскері деп ойлаған. Бірақ шолғыншының сөзіне қарағанда, олар далалық әскерге қарағанда тұрақты армияға көбірек ұқсайтын еді. Жошы ханзада көп кідірместен, соңына түскен белгісіз әскерге қарай шауып кетті. Осы аралықты пайдаланып, Сүбедей Баһадүр әскерді жауынгерлік сапқа тұрғыза бастайды. Жошы ханзада өзіне беймәлім әскерге жақындап келгенде, бастарына сәлде ораған, сақалды, түрлері сұсты жауынгерлерді көрді. Олардың патшасы Хорезмшах Мұхаммед болатын. Осыны білген Жошы, әкесі Шыңғыс ханның онымен соғыспауды бұйырғанын жеткізеді.